Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Әзімхан МДВ. Бүгін мен жаңа рубрика ашқым келіп отыр. Қандай рубрика деп сұрасаңыздар, қорқынышты жеңу. Яғни бұл рубрикада мен бөгде тылсым дүниелермен, духтармен байланысқа шығуға тырысатын боламын. Тек қана байланысқа шықпаймын. Яғни олар шын ба, әлде өтірік пе, соны тексеретін боламын. Ал енді видеоның мақсатына көшейік. Мен бүгін тозаққа лифт арқылы баруға бола ма деген видеоны түсіріп, өз қорқынышымды жеңетін боламын. Ережеге сәйкес белгілі бір сандарды кезекпен басатын болсақ, онда тозаққа лифт арқылы баруға болады екен. Бұл ойынға бізге 10 этаждан биігірек үй керек болады, және де оның ішінде міндетті түрде лифт болу керек. Міне қызық негізі. Давайте енді осыны тексеріп көрейік. Шын ба, әлде өтірік пе? Мен өзімнің қорқынышымды жеңуге дайынмын. Кеттік 4-ші этаж. Коляска тұр. Жүрегім ауырып тұр. Даму! Ал достар, қалайсыздар? Қорқынышты жеңу рубрикасына қош келдіңіздер. Бүгін тозаққа апарар лифтке кіретін боламыз. Ал мінекей достар, лифтқа кірдік. Сразу тез-тез түсіріп кетейік, көрейік. Ал міне мынандай сайттан қарап алдым. 1-4 этажға басады екен. Кеттік 4 этаж. Мындай көрсетіп тұр. Ал бісміллә деп бассай қалды достар. Тозаққа апарар лифтті дух шақыру. Осы видеоны бастаймыз. Ал уайымдап тұрмын. 4-ке келдік. Шықпау керек вроде. Так, шықпау керек лифттен. Так, 4-тен кейін 2-ні басамыз. Тез жүреді екен мына лифтші. Айтып үлгермей жатырмын. Так, 2-ге барамыз. Как-то тез болып жатқан сияқты, бәрі қараңдаршы, тез жүреді мынау. Мен бұндай бірінші рет тексеріп жатырмын еще, достар. Коляска тұр. Так, 4, 2, 6 сосын. Так, пока что бәрі ойдағыдай. Айна бар мына жерде. Ешкім кіріп мешать етпесе екен. Жүрегім дүрс-дүрс етіп тұр кәдімгідей. Но все-таки өтірік деген ойдамын. Как көреміз не болады. Так, 6. И коляскалар толып жатыр. 6-ші этаж. 6-тан кейін тағы 2. Камера тұр ғой, айтпақшы, камерада мен көріп орсын жүрмеймін мына жерде. Тез-тез бітіріп сол керек пе? 6-тан кейін 2, содан кейін 10-ші этажға барады екенбіз, достар, прикиньте. 4, 2, 6, 2, сосын 10. 10-нан кейін арғарай 5, и 5-те біреу шығу керек дейді. Бісміллә. Давай 10-ға кеттік сразу. Достар, ең қорқынышты моменті бұл видеоның. 10-нан кейін біз 5-ке қарай барамыз. И 5-те бізге біреу кіру керек екен. Ритуал бойынша. Жүрегім ауырып тұр. Мұнда камера тұр, барлық ұрыспаса болды негізі. Міне басымен алып тұр, негізі шандай құбалыш, мындай қызық чувстводамын. Бісміллә. Так, шығуға болмайды екен. Сөйт. 5-те басай қалды. Енді ұстады, енді самый қорқынышты момент. Қазір 5-те біреу кіру керек, әйел адам кіру керек, онымен сөйлеспеу керек екен. Вообще түріне де қарап сөйлеуге болмайды екен. Ең қорқынышты момент осы кезде 5-ші этаж. Содан кейін 1-ге басамыз. И 1-ге басқан кезде 10-ға қарай кетіп қалу керек. Бісміллә. Неге жабылып қалды?
Давно ешкім жоқ достар. Енді қазір бірге басу керек достар. Қараңдар достар, 5-тен кейін бірге қарай барады. Емнің кәдімгі бірге қарай барады ғой, натуре кәдімгі. Бісміллә. По идее 10 этажға кетіп қалу керек екен. Шошып кеттім. Ассалаумағалейкум. Не түсіп қойын өзіне. Ана 10 кен қоямын? Иә. Маған астыра түсім. Қайда керек? Бірге бастым. Бірге ма? Иә, шошып кеттім. Мұнда тұрасыз? Жоқ, қонаққа келгенмін ғой. Кімге? Мұнда? Арна 12 ма? Иә, арна 12. Шошып кеттім. Жүрегім дүрс етті мен. Талып қала жаздадым. Все, шығайықшы мына жерден. Кішкене таза болып жатып алайыншы. Не болып кетті мынау өзі. Достар, осылайша бірінші тәжірибеміз сәтсіз аяқталды. Первый блин комам дейді ғой. Бірақ та көңіл күйіміз түсірмейміз. Өйткені менде екінші әдіс бар. Екінші әдіс одан да қызығырақ. Қалай десеңіздер, дәл манағы бірінші әдіске ұқсас, бірақ та номерлерді тезірек басу керек. И лифт автоматически өзі апаратын жерге апарады. Қазір екінші способты тексеретін боламыз. Яғни екінші способта тезірек басу керек болады. Ана кнопкалар тез-тез басамыз и ұзақ күтпей тез-тез автоматты түрде лифттің айтқанын тыңдап, сол бойынша жүретін боламыз. Ең соңында мен бірді басқан кезде ол бізді 10 этажға қарай көтеру керек болады. Яғни шатасып кетеді лифт. Қазір соның еще 5-ші этажда бізге біреу келу керек. Все, ешкім жоқ. Давай тез-тез басайық. 4. Қайттан бастаймыз достар. Экспериментті басайын деп жатыр. 4-ті басамыз бірінші. 4-тен кейін 2, 6, 2. Тез-тез тек көрейік. Осы жол тез жасау керек. Так, 4-те ешкім жоқ. 4-тен кейін 2. Ешкім жоқта тез-тез жасап тастау керек. Кішкене қобалжып бір. Сағат түрім қойшы. 2 ма, 6. Так, жауып тастап үлгердім. Қайттан 6. 6-ны бастым. Неге астыға кетіп қалдым? Вчера или позавчера. Помнишь этот на Сабинку что-то, Сабинка что-то тоже. И насчет этого. И ушла, ты злая. Сабинка говорит. Мен сөйлескен жоқпын әйтеуір манағы әйел адамдардың. 2 деңгейін 10. 2 деңгейін 10 достар қазір. 2 деңгейін 10, сосын қазір 5-ке басамыз. Қазір 2 деңгейін 10, 10-нан кейін 5, потом 1, сосын аяқталады. Кішкене қалды. Өтірік сияқты что-то білмеймін, екінші рет тексеріп жатырмын уже. Адамдар келіп кіріп мешать етіп жатыр негізі. Міне 10-ға баратыр. 10 что-то тез болып кетіп жатыр. 10-да шықпау керек қазір лифттан. Все, достар. Қазір 5-ке барамыз, енді біреу кіру керек қазір.
Енді қорқынышты бір әйел кіру керек 5-ші этажда. 5 болады. Кірсе біттік. Үндемеу керек. Да, ну, ешкім жоқ па? Неужели ешкім жоқ? Да, ну, кеттік бірге енді. Достар, үстіге кетіп жатыр. Бірге басын, үстіге кетіп жатыр. Астыға. Ема. Бісміллә. Ойлаңдаршы, жаңа ғана мен бірге бастым. Мен бірге басқан кезде, анау үстіге қарай кетіп қалды вообще, прикиньте. Ё-моё. Бірақ та сонда да дым болмады. 12-ші этажда біреу келді, манағы әйел адам кірді. Что-то странное все-таки, достар. Білмеймін, достар, комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Шын болды ма или өтірік болды ма? Ең бастысы мен өзімнің қорқынышымды жеңдім. Қорқынышты жеңу рубрикасын ары қарай жалғастырғанымды қаласаңыздар, онда 2000 лайк жинап кетейік. 2000 лайк жиналғаннан соң мен осы рубриканы жалғастыратын боламын. Сіздермен болған Азымхан МТV. Өздеріңіздің қорқыныштарыңызды жеңіңіздер и сау болыңыздар, достар.